Иран бүкіл әлемнің интернетін өшіре ала ма? Бұл сұрақ соңғы кездері әлеуметтік желілерде найзағайдай тарады. Біреулер қорқып, біреулер сенбей, ал енді біреулер бұл мәлімдеменің артында не тұрғанын түсінуге тырысып жатыр. Бірақ шындық қайда? Бәрі қалай басталды? Кейбір ақпарат көздері Иран билігі қажет болса жаһандық интернетке соққы бере аламыз дегенге ұқсас мәлімдеме жасады деп жазды. Осыдан кейін Иран бүкіл интернетті өшірмек деген үрейлі тақырыптар пайда болды. Бірақ бұл сөздер расымен бүкіл әлемге қауіп төндіре ме? Әлде бұл тек ақпараттық шу ма? Алдымен интернеттің қалай жұмыс істейтінін түсініп алайық. Интернет бір орталықтан басқарылатын жүйе емес. Ол мыңдаған серверлерден, кабельдерден және спутниктерден тұратын алып желі. Бұл желіні бір ғана мемлекет толық өшіре алмайды. Тіпті ең қуатты елдердің өзі бүкіл әлемнің интернетін бір батырмамен тоқтата алмайды. Дегенмен Иранның қолынан ештеңе келмейді деу де қате. Бұл жерде ең маңызды нәрсе кибершабуылдар. Соңғы жылдары кибершабуыл деген ұғым жиі айтылып жүр. Мұндай шабуылдар арқылы белгілі бір сайттарды, банктерді, немесе тіпті тұтас елдің интернет инфрақұрылымын уақытша істен шығаруға болады. Мысалы, әлемде ең қауіпті құралдардың бірі DDoS шабуылы. Бұл кезде мыңдаған компьютер бір уақытта бір серверге сұраныс жіберіп, оны тұншықтырады. Нәтижесінде сайт немесе қызмет жұмыс істемей қалады. Теориялық тұрғыда, егер мұндай шабуыл өте үлкен масштабта жасалса, белгілі бір аймақтарда интернет баяулап, немесе уақытша өшуі мүмкін. Тағы бір маңызды фактор – теңіз астындағы кабельдер. Ғаламдық интернеттің негізгі бөлігі дәл осы кабельдер арқылы жұмыс істейді. Егер біреу стратегиялық кабельдерге зиян келтірсе, кейбір аймақтарда байланыс үзілуі мүмкін. Бірақ бұл да бүкіл әлемді толық қараңғылыққа батыра алмайды. Себебі желі бірнеше бағыт арқылы жұмыс істейді. Шын мәнінде Иран не істей алады? Ең шынайы сценарий – өз елінің ішінде интернетті шектеу немесе толық өшіру. Бұндай жағдайлар бұрын да болған. Ел ішінде ақпарат ағынын бақылау үшін үкімет кейде интернетке қолжетімділікті уақытша тоқтатады. Бірақ бұл жаһандық интернет емес, тек ұлттық деңгей. Сонымен қорытынды қандай? Иран бүкіл әлемнің интернетін өшіреді деген сөз көбіне асыра айтылған. Тіпті мифке жақын ақпарат. Бірақ бұл толық қауіп жоқ дегенді білдірмейді. Киберсоғыс дәуірінде кез келген мемлекет белгілі бір деңгейде зиян келтіре алады. Әсіресе, маңызды жүйелерге бағытталған шабуылдар арқылы. Ең қызығы, бұл оқиға бізге бір нәрсені анық көрсетеді. Интернет біз ойлағандай берік емес. Ол күрделі, бірақ осал тұстары да бар жүйе. Ал болашақта киберқауіпсіздік жай ғана технология емес, бүкіл әлемнің тұрақтылығын анықтайтын басты факторлардың бірі болмақ. Егер бір күні шынымен интернет өшсе не болады? Банктер тоқтайды, ұшақтар кідіреді, байланыс үзіледі. Адамзат бір сәтте 20-шы ғасырдың басына қайта оралғандай күй кешуі мүмкін. Сұрақ тек біреу. Бұл сценарий қашан да болса шындыққа айнала ма? Әлде ол тек қорқынышты әңгіме болып қала ма? Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.